Қайырлы кеш, менің есімім Газбек Аружан, және де бұл бізде 4-ші семинар. Бірінші сұрақ: түріктердің діни наным-сенімдері, исламның таралуы. Ежелгі түріктердің исламға дейінгі негізгі діни нанымы тәңіршілдік болды. Бұл дін аспан әке тәңірге және жер су ана Умайға табынуға негізделеді. Тәңір барлықты жаратушы, құдіретті күш ретінде қарастырылды, ал Умай отбасы мен бала шағаны қорғаушы әйел құдайы болды. Түрік қағандары өздерін көк бөрілер деп атап, биікті тәңірдің қалауымен жүзеге асырды. Сонымен қатар табиғат күштеріне табыну, ата-баба аруағын құрметтеу және шамандық наным-сенімдер де кең тараған еді. 8-ші ғасырдан бастап түрік жерінде ислам діні басталды. Алдымен оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аймақтарына таралып, 10-ші ғасырда Қарахан мемлекетінің ресми дініне айналды. Алғашында Саттық Балғырахан, Қарахан мемлекетінің билеушісі, алдымен өзі ислам дінін қабылдады. Кейін оның ұлы Мұса хан 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Осылайша исламның таралуы түріктердің мәдениеті мен рухани өміріне зор ықпал етті. Мешіттер, медреселер салынды, ғылым мен әдебиет дамыды. Ислам діні жергілікті дәстүрлермен үйлесіп, түрік халықтарын бір өркениеттік ағымға біріктірді. Түрік ғалымдары мен ойшылардың ислам өркениетінің ажырамас бөлігіне айналып, келе мұсылман ренессансының қалыптасуына негіз болды. Екінші сұрақ: Ұлы жібек жолы және қала мәдениетінің өркендеуі. Ұлы жібек жолы Тынық мұхиттан жерті теңізіне аралықтағы елдер мен халықтарды байланыстырған, сауда, мәдени және дипломатиялық қарым-қатынастардың дамуына ықпал еткен тарихи жол. Оның Қазақстан аумағынан өтетін тармақтары елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріне үлкен әсер етті. Жібек жолының бойындағы сауданың дамуы қала мәдениетінің өркендеуіне тікелей себеп болды. Отырар, Тараз, Испиджаб, Сайрам, Баласағұн сияқты ірі қалалар сауда, қолөнер және мәдениет орталықтарына айналды. Бұл қалаларда керуен сарайлар, базарлар, мешіттер мен моншалар көптен салынды. Қалаларда әртүрлі елдерден келген саудагерлер, қолөнершілер, ғалымдар мен ақындар тұрды. Бұл мәдениеттердің өзара алмасуына мүмкіндік берді. Қалаларда ақша жүйесі қалыптасты, теңге сарайлар жұмыс істеп, мыс және күміс ақшалар соғылды. Қазақстан жерінен тері, жүн, жылқы, әртүрлі қолөнер бұйымдары экспортталса, Еуропадан шыны ыдыстар, теңгелер, Қытайдан жібек, шай сияқты тауарлар импортталды. Жібек жолы сонымен қатар жаңа діндердің христиандық, буддизм, манихейлік, ислам және ғылыми білімнің таралуына да ықпал етті. Қазақстандық қалалардың өркендеуі осылайша Евразия өркениетіндегі маңызды буынға айналды. Үшінші сұрақ: көне түрік жазба ескерткіштері. Көне түрік жазба ескерткіштері немесе Орхон Енисей жазбалары бұл біздің заманымыздың 5-10 ғасырлар аралығындағы түрік тайпаларының тасқа қашап жазған және кейбір қолжазба түріндегі құнды мұралары. Бұл жазбалар түрік халықтарының көне тілін, тарихын, мемлекеттілігін, әдет-ғұрпын және дүниетанымның білуге мүмкіндік беретін баға жетпес қазына болып табылады. Көне түркі жазуы дыбыстық жүйеге негізделген. Оның сыртқы пішініне байланысты руна жазулары деп атайды. Бұл ескерткіштер негізінен 3 топқа бөлінеді: Енисей, Талас және Орхон ескерткіштері. Олар Сібірден бастап Моңғолия, Орталық Азия, Қазақстан аумақтарынан табылған. Ең ірі және тарихи құнды мәтіндер Моңғолиядағы Орхон өзені бойынан табылған. Олардың ішіндегі ең маңыздылары Күлтегенге, Білге қағанға және де Тоны көкке арналған тас жазулар. Бұл мәтіндерде түрік қағанатының құрылуы, ішкі сыртқы саясаты, соғыстары, қағандардың даналығы мен
батырлардың ерліктері баяндалады. Олар түрік халқына елдік пен бірліктің маңызын насихаттайтын тарихи дастандық жырлар ретінде де үлкен әдеби құндылыққа ие. Көне түрік жазбалары түркі өркениетінің жоғары деңгейде болғанын дәлелдейтін бүкіл түркі әлеміне ортақ мұра. Төртінші сұрақ: мұсылман ренессансы және түрік ғұламалары. Мұсылман ренессансы 8-13 ғасыр аралығындағы ислам әлемінде ғылым, мәдениет, философия және өнер салаларындағы орасан зор өркендеу дәуірі. Бұл кезең шығыс пен батыс өркениеттерінің тоғысқан жерде пайда болып, ежелгі грек, үнді, парсы ғылымның жетістіктерін қабылдап, оларды одан әрі дамытты. Бұл мәдени өрлеуде түрік ғұламаларының орны ерекше. Олардың арасында дүниежүзілік деңгейде танылған тұлғалар бар. Мәселен, Отырар қаласында туған әлемнің екінші ұстасы болып атанған Абу Насыр әл-Фараби бар. Ол философия, логика, астрономия, математика және музыкала салаларында терең із қалдырып, Аристотель мұрасын дамытты. Сонымен қатар, құтты білік атты еңбегімен танылған Жүсіп Баласағуни, Диуани лұғат ат-түрк атты түрік тілінің сөзін жазған Машмуд Қашқари және сопылық ілімнің негізгі қалаушылардың бірі Қожа Ахмет Яссауи сияқты ғұламалар түрік руханиятының дамуына зор үлес қосты. Яссауидің хикметтері қарапайым халық арасында исламның сопылықтың адамгершілік принциптарын насихаттады. Түрік ғұламалардың еңбектері шығыс ренессансының интеллектуалды негізін қалап, кейін Европаға да ықпал етті. Осылайша олар әлемдік өркениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосты.